Баршаңызға сәлем. Өткен сабағымызда триггерді жалғастырамыз. Екі триггерді өткен болатынбыз. Және детектор передний фронт өткенбіз. Енді бұл жерде триггер және детектор задний фронта дейді. Соны көрсетейін. Ортаға шығарамыз. Триггер бізде set, reset секілді дәл алдыңғы сабақтағыдай қосылады. Бұл триггер қалай жұмыс жасайды? Кәдімгі I1 егерде сигнал түсетін болса ізге қысқа уақытта бірді ұстап қалады, бір деген мәнді Q2 қосылады. Ресет берсек, яғни өшеді екен. Бұл жерде приоритет басымдылық негізгі, яғни ресетте тұр. Ресет қосылып тұратын болса, әрдайым сигнал бар болса, онда бізде қосылмайды екен қанша уақыт, қанша жерден бассақ та сигнал түссе де триггерге. Ал бұл жерде D, S дегеніміз бұл былай жұмыс жасайды. Егерде S-ға команда бірінші түсетін болса, D-ға ол ешқандай қосылмайды екен. D-ға түссе қосылады. Ең әуелі D-ға түсу керек, D-ге, яғни бірінші D-ге түсетін болса, одан кейін барып C-ге түсетін болса, барып қана бізде Q2 қосылады екен. Одан өшетін болса, онда триггер ұстап қалады. Ресетпен сброс береміз. Енді бұл жерде қандай, бұл триггердің қалай жалпы кез келген функционал блокты қалай жұмыс жасайтынын білу үшін үстін басамыз. Одан кейін жалпы негізі F1 команда кнопкасын басу арқылы біздер кез келген ақпаратты ала алады екенбіз. Ой, логикаға қарсы. Басақ, міне. Триггер қалай жұмыс жасайды екен, мына жерде көрсетіп тұр екен, мінекей. Енді келесі бізде детектор задний фронта дейді. Ол қалай жұмыс жасайды? Ол керісінше бізде арт жағына көбіне қойылады. Q-дан кейін, Q-дің алдына мысалы айтайық, S-ге команда бердік, мінекей. Бір деген мәнді ұстап тұр триггер, бірақ мынау әлі бізде не істейді? Q2-ні қосқан жоқ. Тек қана қосылады, яғни қысқа уақытта ғана задний фронт дейді, артқы фронт қысқа ғана сигнал береді. Тек қана өшкен кезде ресетті басамыз. Мінекей сол кезде барып не істейді? Тек қана бір деген команда береді екен, мәнді. Детектор задний фронты негізі осылай жұмыс жасайды. Детектор передний фронт бізде басқан кезде барып қана қосқан кезде барып қосылатын болса, бір беретін болса, детектор задний фронты ол керісінше екен.